Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша 5 сынып оқушыларына бірінші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ана тілі деп аталынады. Тіл дыбыстары. Біз бұл сабақта дыбыстың қалай пайда болатынын, ел болып қалыптасу жолындағы тілдің маңыздылығын, тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан ерекшеліктері жайлы мәліметтермен танысамыз. Әр адамға өзінің ана тілінің қаншалықты қымбат екендігін түсінеміз. Бірінші тапсырма мәтінді түсініп оқыңдар. Неге көптеген халықтар өз тілін ана тілі демей, ана тілі, туған тіл деп атайды? Осында бір ортақ заңдылық бар сияқты. Мүмкін сәбидің алғашқы тіл ұстартуы ұстазы ана болғандықтан, және ол жай ұстаз емес, барша жақсылықты бөпесіне арнап, бесік жырын шерткен, ыстық ықыласы мен мейлінше мол мейірім шапағатын лебізімен танытқан ана ұстаздың асыл қасиетіне байланысты осылай аталатын шығар. Жас нәресте үшін ана тілі о баста ана аузынан шыққан алғашқы асыл сөз. Оның ана тілін толық меңгеруі алдымен отбасы жағдайынан басталса, бара-бара туған-туысқан, көрші-қолаң, жолдас-жоралармен араласу арқылы ауыл-аймақ, ел-жұрт ортасында өмір сүруге байланысты дамып, жетіліп отырады. Сөйтіп, адам өз тілін өмір бойы өзі өмір сүрген ортадан үйренумен болады. Қай тіл болмасын, оның тарихы, жүріп өткен жолы, даму сатылары болады. Бірақ бір тілдің жасын тап басып, ашып айту қиын. Өйткені бұл мыңдаған, миллиондаған жылдардың Қойнау қырқаларында сыры жатқан мол ғаламат дүние. Түсіндірме сөздік, тіл ұстарту, шебер, шешен сөйлеуді үйрету, лебіз, сөйлеген сөз, қойнау қырқаларында өте ертеректе деген мағынаны білдіреді. Бірінші А тапсырмасы, мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар, мәтін бөліктерінде айтылған ойды баяндаңдар. Мәтінде тіл жайлы әңгіме қозғалған, тілімізді құрметтеуіміз керек, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп бекер айтылмаса керек. Бірінші Ә тапсырмасы, қажетті сөзді таңдап, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Әр халықтың өзінің ана тілі болады. Сәбидің тілі алғаш рет анасына қарап шығады. Қай тіл болмасын, оның тарихы болады. Ана тілді алғаш игеру отбасынан басталады. Ана тілін адам үнемі үйренумен болады. Бірінші Б тапсырмасы, сен қалай ойлайсың? Бірге талқылайық. Төмендегі сөйлемге байланысты өз пікірлеріңді айтыңдар. Адам өзінің ана тілін өмір бойы үйренумен болады. Неге? Себебі қазақ тілі өте бай тіл. Бір сөздің бірнеше синонимдері кездеседі. Әр сөз әртүрлі жағдайларға байланысты қолданылады. Бірдің В тапсырмасы, мақал-мәтелдерді оқып, мәтінмен байланыстыра әңгімелеңдер. Тәрбие басы тіл өлген ел, тірі өлген ел. Тілден тілдің кеңдігі болмайды, кемдігі жоқ. Әр елдің өз ана тілі болады. Елдердің бір-бірінен айырмашылығы да сол тілінде болып табылады. Екінші тапсырма, өлеңді түсініп оқыңдар. Өлең тақырыбы ана тілі деп аталынады. Тілім өмір танытты, ақылымды дамытты, халқымыздың қадірлі қасиетін дарытты. Өсірген ой, білімді, сүйемін өз тілімді, мақсат еткен әр сөздің мағынасын білуді. Ана тілім арқылы үйренемін бар тілді. Екінші А тапсырма, әр адам туылған күннен бастап өзінің тілін анасынан үйреніп бастайды. Өмір сүре жүріп, ізденіп, өз ана тілімен тереңірек танысады. Екінші Ә тапсырмасы, өлеңге сүйеніп, ана тілі туралы өз ойларыңызды жазыңыздар. Ана тілі туған тіліміз. Тіл арқылы білім алып, қарым-қатынасқа түсеміз. Бұл жерде үштің А тапсырмасы аудио жазба арқылы орындалатын тапсырма. Үштің Ә тапсырмасы, бұл жерде жан-жануарлардың қалай дыбыстайтын сөзбен жазыңдар дейді. Жылқы кісінейді, шұрқырайды, оқырынады, арқырайды. Сиыр мөңірейді, өкірейді, азынайды. Қой ешкі маңырайды, мекіренеді, түйе боздайды, шошқа шыңғырады, қорсылдайды. Ит үрейді, ырылдайды, арсылдайды, өлдейді, қыңсылайды. Мысық бырылдайды, мияулайды. Тышқан шиқылдайды, аю ақырады, өкіреді. Қасқыр ұлиды, ырылдайды, түлкі ырсылдайды, шәңкілдейді. Тіл дыбыстары дегеніміз не? Бұл жерде бізде ереже берілген. Жақынырақ танысамыз. Жалпы дыбыс пайда болу үшін міндетті түрде ауа
кеңістігі қажет. Шыққан дыбыс құлаққа сыбыр, салдыр, тарсыл, үн және тағы басқа түрде естіледі. Тіл дыбыстары адамның сөйлеу, дыбыстау мүшелері арқылы жасалады және саны шектеулі болады. Олар белгілі бір тәртіппен тіркесіп сөз құрайды. Дыбыстау мүшелеріне өкпе, көмей, желбезек, тіл ерін, тіс, тілшік жатады. Есте сақтаңдар, фонетика дыбыстардың жасалуын, айтылуын, естілуін және буын мен оның түрлерін қарастырады. 4-ші тапсырма сөйлемдерді аяқтаңдар. Дыбыс пайда болу үшін міндетті түрде ауа кеңістігі қажет. Тіл дыбыстары сөйлеу мүшелері арқылы жасалады және саны шектеулі болады. Тіл дыбыстарының тіркесінен сөз құралады. 5-ші тапсырма, бұл жерде бізде қызық мәлімет берілген. Әнші ағаш туралы естідің бе деп аталады. Англияның Бернли қаласында таяу жерде ұзындығы әртүрлі металл мұжаларынан жасалған ағаш бар. Оның биіктігі 3 метрден асады. Бұл ағаш желдің әсерінен дыбыс шығарады. Әнші ағаш мүсіні 2006 жылы орнатылған. Одан шығатын әуен тым қатты болса да, табиғат тыныштығын бұзбайды. Оқушылар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар.